балаларга 12 жастан бастап көрүүгө уруксат берилген фильм. Бейжің шығыс шұғыласы Шыңтың серіктестігі ұсынады. Сценарийін жазған Хаспагын. Режиссері Шүй Шаомин. Композиторы Ло Жан. Қоюшы суретші Чан Зыжың. Операторы Гуан Жян Шион. Продюсері Шың Ло Сон. Басты рөлдерде Ху Жин, Юй Шиман, Басын, Юй Ляуэй, Танго Чан, Хас Гауа, Цай Уэн Ян, Жаң Жинда, Хуан Жан Чун және басқалары. Құбылай хан. 4-ші бөлім. Күйік, біз хан әкеміздің қосынына қосылуымыз керек. Дәл қазір шүршіттердің әскери бекінісіне шабуыл жасағанымыз қалай болар еді? Алаң болма. Біз барып жаудың артқы шебіне тұтқиыл шабуыл жасаймыз. Бәлкім хан әкеміздің қарсы шабуыл жасауына мүмкіндік беретін шығармыз. Сарбаздар, бүгін біз кескілескен ұрысқа түсеміз. Жан алысып, жан берсеміз. Жеңімпаз моңғол жауынгерлері, біз жеңеміз! Біз жеңеміз! Біз жеңеміз! Біз жеңеміз! Біз жеңеміз! Қырыңдар! Ол жолы күйік өз бетінше қимылдап, жаудың артқы шебіне шабуыл жасаймын деп, тегеурінді соққа қаттап. Амалы таусылған күйік, ақырында әкесі үгідейден көмек сұрауға мәжбүр болады. Үгідей баласын қауіптен құтқару үшін әскерінің ішінен таңдаулы ұландарды таңдап алып, қосынды боғыршыға басқарды. Құтқаруға аттанған боғыршы орта жолда шүршіттердің негізгі қосындарымен кездесіп қалады. Ұрысқа дайындалыңдар! Аттан! Аттан! Үгідей жалғыз өзі соғысып, жау қыспағында қалады. Сөйтіп, бастапқы жоспар мүлде өзгеріп, боғыршы мен үгідей бастаған екі қосынның екеуі де аса ауыр ұрыс жүргізіп жатыр. Боғыршы соғыста қаза тапты. Ал күйіктің басшылығындағы қосындар күйреуге таяған кезде, соғыс жүріп жатқан жерге мөңке мен құлағу бастаған қосын келіп жетеді. Қараңыз.
аттан! Тоқтаңдар. Отты жебелер. Алға! Енді маған қарыздар. Тәңір бір, кезек екі. Аға, құлағу да келді. Өз жеңілісіне мойын сал болмаған үгідейдің шеріктері бұл тұста әбден титықтаған болады. Маған еріңдер, кәне! Кез! Қалаға шабуыл жасаймыз деп тоз-тозы шыққан моңғол қосындарына Төлейдің келіп жетуі соғыс майданына оң өзгерістер әкеледі. Бас аяғы бір жылға созылған соғыстан кейін, үш бағыттағы моңғол қосындары 1231 жылдың қаңтарында Санфеңшан тауында әрең бас қосады. Бұл тұста моңғол қосындары өзінің 50 мың адамнан айырылған болады. Ал Санфеңшан тауында оларды жүршіттердің 200 мың адамды қалың қолы күтіп тұрған еді. Қаған, шабуылды бұлайша жалғастыра беруге болмайды. Сіз неге қырсығып қалдыңыз? Бұлай жалғаса берсе, біз алдағы жерде ауыр шығынға ұшырайтын боламыз. Боғыршының қалай қаза болғанын ұмытпаңыз. Боғыршының қазасы мағанда оңай тиген жоқ. Солай дегенмен, ол біздің моңғолдардың ұлы жорығында қаза болды емес пе? Бәріміз жанымызды шүпірекке түйіп жүрген жауынгерлеріміз. Соншама жылдан бері жорықта жүрсіңдер. Біздің моңғол еркектерінің не үшін туғанын білесіңдер. Мысалы, менің атағым Қаған болғанымен, затым қатардағы жауынгер. Бұл соғыс біздің моңғолдардың тағдырын белгілейтін соғыс. Сол себепті сендер бұл соғыста жеңіп шығуларың керек. Қаған, бұл соғыстың біздің моңғолдардың тағдырын белгілейтіндіктен оған жеңіл желпі қарауға болмайды. Төле ханның айтқандар дұрыс. Қазіргі кезде Шүршіттің әскер саны 200 мың. Мұндай жағдайда біз соғыс бастайтын болсақ, босқа қырыламыз. Артқы шептегі азық түлігіміз келгенше күте тұрайық. Оған дейін күнде суытады. Ол кезде алтын хандығының әскерлері бізге төтеп бере алмайтын болады. Қаған, біздің басты міндетіміз олардың азық түлікпен соғысқа қажетті керек жарағы келетін жолды үзіп тастау. Сосын ашаршылық басталған кезде біз оларға шабуылға шығамыз. Ойланыңыз. Ойланыңыз. Бұл жолы біз қаланы ақылмен алудың жолын қарастыруымыз керек. Бір түмен ғана әскермен қайта-қайта шабуылдап, шүршіттерді титықтату керек. Мұндай тәсілді сағат сайын қайталасақ, жаудан маза кетеді. Сонымен бірге майданның алдына от жағып, шеріктерді сонда жылындырып, тамақтандыру керек. Біздің басты міндетіміз осы. Олардың көзінше тамақтану мен отқа жылыну жаудың жауынгерлік рухын мұқалтатын болады. Мен де жейінші. Тұр орныңнан. Тұрыңдар, түрегел. Келіңіз, тамаққа келіңіз. Келіңіз. Кем деген? Біз шүршіттерге келетін көмектің жолын бөгіп тастадық. Шүршіттердің есі шыға бастады. Олар соғысқа құлықты емес. Сөйтіп Төлейдің айтуы бойынша, моңғол қосындары соғыс тактикасын өзгерте отырып, өздерінің кезекті шабуылына өтеді. Бұған дейінгі уақытта жасалған амал тәсілдер шүршіт әскерлерін ерік жігерден жұрда етті. Көк тәңір жар болып, кеше-кеште қар жауды. Осы оңтайлы сәтті пайдалануымыз керек. Қалаға шабуыл жасайтын кез жетті. Дайындалыңдар. Бастаймыз. Тігерге тұяқ қалдырмай қыруымыз керек. Тұқымдарын тұздай құртайық. Аттан! Топ болады.
етіп шолғыншы жіберейік. Тоқтаңдар! Сен шағын шолғыншы қосынды бастап барып олардың аужайын біліп қайт. Құп болады. Хан ием, қалаға бірнеше шағын қосын барып тексеріп қайтты. Олар ешқандай қарсылық көрсеткен жоқ. Олардың барлығы үсіп өліпті. Ана жақта. Хан әкем нағыз айлакердің өзі ғой. Оларға қайта-қайта шабуыл жасап әбден болдыртты. Аш адамның алдында тамақ жеп, жігерін құм қылды. Ең соңында көк тәңірім болысып аспаннан мұз жаудырды. Ақыры аш-жалаңаш азапты тіршілік Шүршіт әскерлерінің жауынгерлік қуатын құрдымға жіберді. Мәлімет. Құбылай ханзада бұйрық бойынша орданы тігіп болды. Жақсы. Құп болады. Хан әке, бұл жолы сіз Шанфыншынға батыс қанаттағы қосыннан бұрын жетіп, Шүршіт қосындарын талқандадық. Мәлімет! Осы жолғы соғыста біздің қосыннан 80 мың адам қаза болды. Жаудың орта қанаттағы 150 мың әскері жойылды. Сенің әскерің қайда? Шеріктерімен 100-ге тартаған адам қалды. Қалғанның барлығы соғыста өлді. 1000 жауды өлтіріп, 800 шерігінен айрылсаң, оның несі жеңіз? Кете бер. Құп болады. Мәлімет! Төлей хан, Шүршіттің батыс қанаттағы негізгі күшін талқандап, осылай беттік білет. Түсінікті, бара бер. Құп болады. Күйік қайда? Тұр бұлай. Бұлай кет. Шылағын, мұның не? Қағанның алдына неге тізерлеп тағзым етпейсің? Шыныңды айт, бауыр шыны сен өлтірдің бе? Оны Шүршіт әскерлері өлтірді. Менің қандай қатысым бар? Сені құтқарам демесе, ол өлетін беді. Біз Шыңғыс қағанның артынан өмір бойы ердік. Ол қол бастаудың қас шебереді. Қол астындағы біздерге қамқор еді. Жауынгерлері соғыста мерт болса қатты күйзелуші еді. Ауыр шығынға ұшыраған есіңде жоқ. Майрағайда тайрағайсың. Шылағын, есіңді жи. Мен жауынгер ретінде өлімге қайғашанда дайынмын. Біз өлімнен қорықпаймыз. Бірақ өз жанымызды сендерге тапсырудан қорқамыз. Осының барлығын істеп жүрген мына сен. Жап аузыңды. Шыңғыс хан мені үзеңгілес серік болдым. Сен де менің қолымда өстің. Егер сен жөн білетін адам болсаң, мен емес, мынаны жазалар едің. Мына қылығыңның қағанға қарсы шығу екенін білесің бе? Шылағын, менің әкем қазір қаған. Сен тіл тигізбе. Жасақ заңы бойынша жазаланасың. Қиын болса өлермін. Бауыршыны да өлтірдің дер емес пе? Байлаңдар. Менің кәрі жанымды алғыларың келсе, ала беріңдер. Бердім сендерге. Байлаңдар. Байлаңдар мынаны. Шыңғыс хан білген. Моңғол қағанының азбауы мүмкін емес. Моңғол қағанының азбауы мүмкін емес. Мүмкін емес. Алып кетіңдер. Мүмкін емес. Қаған, қолбасшы Шылағын туада ожар адам. Аузымен айтқаны болмаса жүрек таза. Оның үстіне қолбасшы Бауырш екеуі атамызбен бірге өмір бойы жорықта болды. Ол оның ең жақын үзеңгілес серігі. Ашу буын өз ұстай алмай қалды ғой. Көп сөзді ғой. Оған енді ешкімде ара түсе алмайды. Шылағын 9 айыптан босатылсын деген хан атамның берген арнаулы құқы бар. Қаған оны кешіргейсіз. Шылағынның қаған билігіне қарсы шыққан қылмысы кешірілмейді. Қаған, Шылағын хан әкеміздің көп жыл бірге жүрген сенімді серігі. Хан әкеміздің заманында оның 4 иті, 4 күлігі хан әкеміз үшін қаншама еңбек сіңірді. Сол үшін хан әкеміз оған 9 айыптан босатылсын деген арнаулы құқық берген. Хан әкеміз о дүниелік болды. Біздің кез келген уақытта ол құқықтарды жоюға құзыретіміз бар. Дегенмен бұл қосының ішінде алауыздық тудырады. Біз моңғолдар уәдеге тұратын халықпыз. Берілген уәдені бұзбауымыз керек. Шылағын мен Бауыршы ежелгі дос. Жаңылмайтын жақ жоқ деген. Қаған, бір жолға кешіргейсіз. Қаған, Шылағын өрге күрек адам. Дегенмен көп еңбек сіңірген жан. Мұндай ардагерлерді болмашы қателікке бола жазалауға болмайды. Егер қолбасшы жазаға тартылса, қосында бүлік туады. Ойланыңыз. Шылағынның қылмысы жетеді. Қайталай берудің қажеті жоқ. Қаған, қолбасшы Шылағынды қылмысты деңіз, бірақ оның еңбегін ескеріңіз. Оны өлімге бұйырмаңыз. Қаған, оның жасының ұлғайғанын ескеріп,
атамыздың қабырына шырақшылыққа жіберсеңіз қайтеді. Қаған, ойланыңыз. Рас айтасың. Оның Қарақорымға қайта келмейтініне уәде беремін. Мен кетіп барам. Құбылай, уақытың шықса, садақ атып жаттығуды ұмытпа. Айтқаныңды орындаймын. Аман бол. Қолым тисе барып тұрамын. Жарайды. Ұзын сақал. Мен шылағын өмірімде бірнеше адамға қарыздармын. Оның біріншісі Шыңғыс хан, екіншісі мына сен. Ханзаданы тәрбиелеуді өзіңе тапсырам. Құбылайға көз бол. Алаңсыз бол ардагерім. Өзім бас көз болам. Сүбегетей, бауыршыдан айырылып, қанатым қайырлып еді. Міне сені мен тірідей қоштасып тұрмын. Барлығың бір-бірлеп кетіп жатырсыңдар. Мен сопайып жалғыз қалып барамын. Жасымыз келді, қартайдық. Бірер жылдан соң Шыңғыс ханның қасына баратын шығармыз. Қаған! Төлейхан! Қаған! Төлейхан! Сенің кетпегенің жөн сияқты. Сен қосынға керексің. Дұрыс айтады. Шылағын, Қаған сіздің қылмысыңызды кешірді. Рахмет айтыңыз. Қаған? Рахмет Қаған. Шапағатыңызға Рахмет Қаған. Рахмет Қаған. Рахмет. Құбылай, мына жүктерді апарып таста. Келіңдер, жүктерді апарыңдар. Құп болады. Бүгін кеш қонағасын берем. Шарап ішеміз. Жарайды, келістік. Кешке дейін отырамыз ба? Қазір бастай берейік. Қанекей. Енді жақсы болды ғой. Ұзын сақал кетті ме? Қаған, ұсыныстарымды ескергеніңізге рахмет. Қалай десек те ол біздің әкеміз тұстас адам ғой. Талай қиын қыстау кезде әкемізбен бірге болды. Ел үшін еңбек еткен адал бектердің бірі. Ол кісінің мінезі солай. Қаған, көңіліңізге алмаңыз. Алмаңыз көңіліңізге. Әй. Мен де қызбалыққа бой алдырып отырмын ғой. Турашыл би болу оңай ма? Қаған болу одан да қиын. Солай емес пе? Шылағым да солай ойласа деп тілеймін. Солай болады деп сеніңіз. Не бір қиындық көрдік. Көмек қолдарыңды создыңдар. Бұл жеңіске жетуде барлығың еңбегің бар. Рахмет Қаған. Рахмет Қаған. Бұл жолы көпке мен де қарыздармын. Мен үшін ұзын сақалмен бірге соншама шалғайдан келген жақсылықтарыңды қайдан ғана ұмытайын. Шылағын жазықсыз жәбір көрдің. Жоқ Қаған, олай демеңіз. Мен Қағанды өлім жазасынан кешірген үшін алғыс айтам. Бұл өткен істің еншісіндегі іс. Енді қозғай бермеңдер. Солай. Келіңдер, шарап ішейік одан да. Келіңдер, көтеріңдер. Көтерейік. Айтпақшы, өткен жолы сөзіңнің соңы аяқталмай қалып еді. Қаған, қайсы іс жөнінде айтып тұрғаныңызды түсінбедім. Қаған әкем өзіңнің 3 өсиетіңнен өзге сендерге тағы қандай өсиет айтты екен? Иә, бізге тағы не айтып еді? Иә, Шыңғыс хан бізге ұлы Қағанның адал серігі болып, Қағанның қасында жүріңдер деді емес пе? Иә, дәл солай. Бірақ сен өткенде Шыңғыс хан білген екен деп қалдың. Сол сөзіңнің мәнісі не? Айтып берші. Шыңғыс хан бізді қартайған кезде алжып, мәлжіреп ойна келген істейме деп алаңдаған еді. Шыңғыс хан бекер алаңдамаған екен. Рас айтасыз. Мына мен кейде өзімнің не айтып, не қойғанымды білмеймін. Не болып барады өзі? Қаған, сіз мені білесіз ғой. Бұрын қашан сөз қайтарушы едім. Қазір бәрі ұмыт болды. Солай. Иә, солай. Иә, жай әншейін сұрағаным ғой. Кәне, көтерейік. Қане, көтерейік. Келіңіз Қанеке.
Ұлы қаған жасасын! Ұлы қаған жасасын! Төлей хан әке! Ұлы қаған жасасын! Құбылай! Төлей хан әке! Құбылай! Ұлы қаған жасасын! Ұлы қаған жасасын! Төлей хан әке! Қайтып келдің бе? Иә, келдім. Мұның не? Сен кеткелі өкініп жүрмін. Сен келген бойда өзіңнен кешірім сұрамақ ем. Сол күні мен кешірші. Бұл үшін сені кінәлауға болмайды. Барлығы менің қателігім. Сен жорыққа аттанғанда мерейің үстем болу керек. Мен бәрін құрттым. Жоқ, олай деме. Мен сені кінәлаған жоқпын. Неменеге жылайсың? Оралмай қаласың ба деп қорықтым. Құдіретті ұлы қаған басымен елден көмек сұраған деген не сұмдық? Күйік бар мекен? Күйік қайда кеткен? Күйік ханзада орта жолда шүршіт қосындарының қоршауында қалып қойыпты. Бауыршының көмегінде жаны қалған деседі. Төлейдің ақылы терең ау. Сенің білетінің бұлған емес шығар. Ханым, данышпансыз. Бауыршының өліміне қатысты уақиғада қаған Шылағұнды Шыңғыс ханға шырақшы етіп жібермекші болыпты. Кейін Құбылай мен әкесі екеуі арағайындық жасап алып қалыпты. Одан көп үміт күтуге болмайтынын білем. Әттең ай, мына күйіктің ез боп шыққанын қараш. Бұл іске күйік ханзаданы кінәлай беруге де болмас. Басқа бір жолын қарастыруымыз керек. Дағы қандай сұрқиялық ойлап таптың? Ханым, бұған сіздің көмегіңіз керек болады. Қаған, мазаңыз болмай отыр ма? Бауыр дей берсеңші. Айтқаның болсын. Бауырым, баяғы сол Санфшаң тауында болған уақиғаны ойлап отырсың ба? Сен қалай деп ойлайсың? Мен қаған болуға мүлде лайық емеспін. Олай деуге кімнің дәті барсын? Сені хан әкем өзі белгіледі емес пе? Ұлы құрылтайда ұлықталдың. Сен болмасаң енді кім қаған болады? Төлей інім. Төлей інімнің қаған болушы ой бар ма? Төлей інімде мұндай ой бар деп ойламаймын. Бірақ басқалар. Шын мәнінде осының барлығы Шылағұнның ашу үстінде айтқан сөзінен шықты емес пе? Оны ойлай беріп қайтесің? Бір олған емес. Мені қаған ретінде санап жүрген кім бар? Бірде-бірі мені көзге ілмейді. Бауырым, сен мас болып қалыпсың. Иә, ішкенім рас. Бірақ мен мас емеспін. Мен білем. Төлей інім мен оның ұлы мені қаған деп мүлдем есептемейді. Бұның барлығы әскерилердің ойлаған ойы. Біз бауырлар тәтті болсақ, сырттан бізді кім алар?
Мен төлейді бауыр деп санайым. Бірақ ол бұлай ойламайды. Қойш, төлейден басқа бауырың жоқ па? Қаған. Айтпай-ақ қойш. Не айтқалы тұрғаныңды білем. Шылағым туралы бірдеңе білетін шығарсың. Маған оны жазала демексің ғой. Қаған, сіз қате ұқтыңыз. Айтпағың жаныңды құбылай құтқарып қалды. Ұлы Қағанның абыройын төктің демекші шығарсың. Бұған сен араласпасаң да болады. Онсыз да намысым келіп жүр. Бірақ оны да төлейді де кінәлауға келмейді. Сенсіз де жер болып отырмын. Қаған, сіз тағы таппадыңыз. Маған бұлай қарамаңыз. Менің айтайын дегенім, кез келген адамның өзіндік бір артықшылығы болады демеп педім. Өз бойыңдағы кемшілікті басқа адамның артықшылығымен салыстыру нағыз ақымақтық болар еді. Ақылды адам өз бойындағы артықшылығына сай келетін жұмыс істеу керек. Мысал ретінде айтар болсақ, төлейдің артықшылығы оның әскер бастап ұрыс жасауға шеберлігінде. Мұндайды бірінші рет естіп отырмын. Меніңше, Қаған, сіз мемлекеттің ішкі саясатымен араласуыңыз керек. Қол бастап жорық жасау, соғыс дегендерді басқаларға тапсырыңыз. Олардың әскери құқығы қанша жоғары болсын, соғыстағы еңбегі қанша көп болсын, олардың барлығы өз құзыретіңіздегі іс қана болып саналады. Сіз қашан келем десеңіз де еркіңізде. Олар болмайды дей алмайды. Сен айтшы, шәбенеге келмей жатыр. Өткен жолы қайтамын деп шұрқан шығарды, енді тақ жоқ. Сонда оның келгісі келмей жүр ме? Олай болмаса керек еді. Құбылай екеуінің арасындағы байланыс құрдымға кетті. Енді келмесе не істейміз? Олай бола қоймас. Мысалға, арақты алып айтайыншы. Оны ішіп мас болғанның жаман екенін бәрі біледі. Сөйте тұра, ішкіміз кеп, құмартамызда тұрамыз. Сенсің ғой. Жұрттың бәрі сен ғой деп бедің. Мыналарды қара. Сендер ме? Не істеп отырсыздар? Кетем деп жүредің ғой. Заттарыңды жинастырып жатырмын. Мен енді кетпейтін болдым. Е, тағы біраз күн жатсаңдаршы. Мен айттым ғой. Бұларың не өзі? Биылғы салықты сен толық жинамады дей ме? Қаған, менің еш амалым жоқ. Түмен басылар өз алдына әскери салық жинаған кезде халықтың қолындағысын түгел сыпырып алады. Олар бізге несін төлейді? Саудагерлер кетіп жатыр. Қытай жері бей-берекетсіздікпен талауға түсті. Не істейміз енді? Ұзын сақал, бұдан бұлай салыққа сен жауапты бол. Болысты өзің басқар. Жарайды. Бір сұрақ. Салық заңы бойынша түмен басылар әскери істі ғана басқарады. Салықшы қаржыға жауапты. Әскери істер мен салық істері бір-бірінен бөлек. Сонда бұл қалай? Салықшылардың салық жинауға ғана құқы жүреді. Әкімшілік құзыреті жоқ. Түмен басыларға сөзі қалай өтеді? Түмен басыларға бірдеңе десең күшке салады. Солардың бірі мен осы мәселе туралы сөзге келіп қалып едім, жұдыры қала жөнелді. Қаған. Қаған, бұл заң бұзушылық. Төлей хан бұл істі жасақ заңы бойынша жазалау керек. Бауырым, бұл істі саған тапсырам. Қолдық. Сен салық жинаушы ретінде жұмысыңды толық атқара алмағаның үшін жазаға тартыласың. Қаған, мен... Бір айдың ішінде салықты толық жинап келетін бол. Мен... Қытай жері біздің қағанатқа тәуелді. Олар неге моңғолдармен бірдей салық төлемеуге тиіс? Қаған, салық дегеніміз бір мемлекеттің тіршілігі ғой.
Әр жердің халқының күнкөріс көзі әртүрлі болғандықтан, салықты әртүрлі жолмен, әртүрлі мөлшерде жиналады. Біздің монғолдар мал өсірумен айналысады. Негізгі байлығы жылқы мен сиыр. Қытай жерінде егіншілікті негіз етеді. Олардан қалай жинаймыз? Қытай жері бұдан өзгеше. Олар егіншілікпен шығуданады. Қаған, сол себепті Қытай жерінде біз халық тізімін жасауымыз керек. Сөйтіп, әр отбасынан 100 келі астық алып отыруымыз керек. Сол негізде нақты қажеттілік бойынша еңбекке жарамды адамға салық тағайындау керек. Ұзын сақалдың ұзын сонар сөздері бекер емес. Бірақ қазіргі кездегі салық жинауда қордаланған мәселелер мұнымен шешілмейді. Қаған, маған бір айдың ішінде салықты түгел жинап әкел. Болмаса жасақ заңы бойынша жазаланасың деді. Ханым, маған араша бола көріңіз. Мынадай жағдайда бір айдың ішінде қалай жинайсың? Ханым, қайтсеңіз де менің басымды бәледен арашалаңызшы. Тұр орныңнан. Сен жинауға тиісті ақшаны жинасаң болды емес пе? Қаған сенің бұл ақшаны халықтан жинағаныңды немесе басқа жолын тапқаныңды тексеріп жатпас. Сонда басқа жолмен дейсіз бе? Мен басқа жолмен де таба алмаймын ғой. Бұл сенің қолыңнан келетін шаруа емес. Сенде салыққа жиналған қаражаттың жартысы бар емес пе? Сен маған ең жақсы саудагер тауып кел. Рахмет, ханым. Қара қорымдағы ең мықты саудагер деп жүрген сенбісің? Жоқ, ол менің ағам. Онда ағаң өзі неге келмеді? Ол үймін қамалына кетті. Сіздің мәселеңіз шешілмейтін мәселе емес. Мен сізге көмектесе аламын. Ханымға тезірек айтсаңшы енді. Егер ақша керек десеңіз, ақша табады. Сіз ақшаңызды маған беріп, мені еркіме жіберіңіз. Мен сізге жылына 1 есе артық өсім беріп отырам. Егер сол жылы қайтара алмасам, онда берген ақшаңызды өсіммен қосып еселеп алатын боласыз. Біздің өсім міне осылай. Егер сіз тездет десеңіз, ағам сапарға кетердің алдында маған тағы бір амалын айтқан. Сен алаңдама. Егер қағанның қажетіне жарай алсаң, сыйлығың дайын. Қағанның салық мәселесінде соншалықты қиналатын жөні жоқ. Маған салық жию билігін берсе, қаған қанша жинап әкел десе, сонша жинап берем. Мұның саған қандай пайдасы бар? Сіз өте сұғылы адамсыз, ханым. Қаған рұқсат етсе болды. Мен қанша салық жиып әкел десе, соншалық білем. Ендеше, қағанның берген тапсырмасын орындасаң болды. Қалғаны өз қалтаңа түсе береді демейсің бе? Қаған, тағы бір кесе алыңыз. Өте жақсы. Бүгін не пейілің түсіп отыр? Қаған, жүріңіз. Сізге айтайын. Мен аса маңызды бір істің шешілу жолын таптым. Солайды. Қандай жол таптың? Әрине, бұл сіздің басыңызды ауыртып жүрген салық мәселесі. Абайлаңыз, отырыңыз. Солайды. Қандай жол таптың? Сіз қаған ретінде қолыңызды қойсаңыз болды. Алдағы жерде қанша салық алам десеңіз, сонша салық түсіп тұрады. Қаған, қолыңызды қойыңызшы. Жалынам, аяй көріңізші, өтінемін. Жіберіңіздер. Сендер салық төлеудің міндет екенін білулерің керек. Сендер салық төлемегелі қанша уақыт болды? Ақша төлейсіңдер ме жоқ па? Жалынам, аяй көргіші. Өтінем. Жалынам. Соғыңдар! Жоқ, демеңдер. Өтінемін. Аяй көріңіздерші, өтінемін. Естіңдер. Апа! Не жазығы бар еді, құдайым-ай. Не жазығы бар Егер еді. төлемесеңдер, қатын балаңмен қосып бауыздап тастайым. Салық төлемесеңдер, сендер де осыны көресіңдер. Кеттік. Апа! Қалай? Аман саусыңдар ма? Қалай?
Не болды өзі? Жағдайларың қалай? Не ойлап отырсың? Ештеңе. Жай. Әдемі екен. Иә. Маған білезік сыйлағаның үшін мен саған рахмет айтпаған екенмін. Тастамай тағып жүретін бол. Өткен жолы жорыққа аттанарда сені ренжітіп алдым ба? Әрине. Жарайды. Айта қойшы. Саған не керек? Не керек десең, соны берейін. Сен туралы мен барлығын біліп болдым. Егер бір зат сыйлаймын десең, маған мынау кездігіңді берші. Мен оны саған қимай тұрғаным жоқ. Бұл кездіктің сен үшін қанша қадірлі екенін білемін. Сен Инаға деген махаббатыңды менің бойыма ұялатсаң, Ина үшін мен сенімен мәңгі бірге болсам деп армандаймын. Сенің бұл кездіктің кесірі бар деп ырымдайтыныңды білемін. Дегенмен, ол менің қолымда жүрсе жақсылық болатын сияқты. Сенің ойыңды түсіндім. Дегенмен, менің дәйім жорықта жүретінімді түсін. Егер бірдеңе болса, аяқ астынан... Сен жорықтан қайта алмай қалсаң, мен қалай жер басып жүрем? Айтпақшы, ертең әке-шешемен бірге елге қайтам. Оларды елге жеткізіп, қайтып келемін. Төрем! Не болды? Төрем, Төлей ханның жарлығы келіп түсті. Жұмысың болса бара бер? Иә, жүр. Құп болады. Менде нең бар? Бауин, сен заңсыз салық жинап халықты аштан қырмақпысың? Халықтан шағым түсіп жатыр, мен сені тергеуге алмақпын. Алдымен дұрыстап көріп алыңдар. Менде ханымның жарлығы бар. Салық жинау мемлекеттің ұлысы. Салық жинамаса қалай болады? Сендердің менде не жұмыстарың бар? Көзіме көрінбей жоғыңдар. Тұр жолдан. Тоқта, ұстаңдар ананы. Сен кімсің? Өлгің келіп тұр ма? Сұрама. Келіңдер, байлаңдар мынаны. Құп болады. Сендерге айтып қояйын. Маған қайсыларың жақындасаңдар, ханымның жарлығына қарсы шыққан боласыңдар. Бұл бүлік шығарумен бірдей. Бастарың кетеді. Балақай, сен кім болсаң ол бұл. Мен сияқты дөкейге қарсы шыққаның үшін иманыңды үйіре бер. Соны біліп қой. Солай де. Көресің. Байлаңдар. Ұстаңдар оны. Қуыңдар. Ханым, бәле болды. Ханым. Түріңді қараш. Не боп қалды? Бауин өліп қалыпты. Өлді дейді? Ол қайтып өле қалды. Не болды оған? Құбылай оны тұтқындамақ болғанда оқыстан өліп қалыпты дейді. Тағы да сол Құбылай ма? Соның атын естісем қаным қайнайды. Оның сіз шығарған жарлықты атқармауы бір басқа. Бәле болғанда Бауин өліп қалды ғой.
өлсе өмірем қапсын. Тап бір әкең өлгендей болдың ғой. Ханым, есіңізде ме? Оның ағасы бар емес пе? Ол үндемей қалар дейсің бе? Ағасы ма? Ол жай бір саудагер емес пе? Ханым, сіз оны көп танымайсыз. Оның ағасы Бауди қағанаттың қаржысын ашса алақанында жұмса жұдырығында ұстап отыр. Егер ол іске кірсе, бұл жай әңгіме болмай шығады. Оны былай қойғанда сіз қағанның сенімінен айырыласыз, ханым. Бұл өзі бір жақсы орай сияқты. Ол не дегеніңіз тағы? Арам су шашу керек. Арам су шашу дегенді түсінесің бе? Не? Өліп қалды ма? Иә. Ғимараттың екінші қабатына қашып шыққан кезде абайсызда құлап өлді. Қап. Бұл жолы ханым тыныш отыра қоймас. Себебі оның қолында ханымның шығарған жарлығы болды ғой. Солай емес пе? Қанеке, мен дереу ханымға барып болған істі түсіндіріп қайтсам қайтеді? Иә, ханымға барып дұрыстап түсіндіріп айт. Бұл жол сен ел игілігі үшін еңбек еттің ғой, балам. Төлейхан, Кір. ханым, ханым Құбылай ханзаданы ордаға кеңеске келуге шақырып жатыр. Тым тездеп кетті ғой. Бара ғой. Оған дұрыстап түсіндір. Құп болады, Қанеке. Мен бірге барайыншы. Бірдеңе болып қала ма? Ол әулеттің жұмысына бола бара жатқан жоқ қой. Апа, алаңдамаңыз. Маған не болады дейсің? Қанеке, мен кеттім. Төртінші бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы. 2014 жыл.想你想